Сен байқадың ба, соңғы уақытта климаттың өзгеріп кетті. Қыс жылы, ал жаз тыныстық болып жатыр. Я байқадым. Ол тек ауа райы ғана емес, адамдардың денсаулығына да кері әсер етіп жатыр. Ылғалдандырықтың өзгеруіне байланысты түрлі вирустар мен бактерияларға алып келеді. Ал қазіргі таңдағы балалардың иммунитеті төмен болғандықтан балалар жиі ауырып тұрады. Я бұл шынымен де маңызды мәселе екен. Демек, климаттың өзгерісі тек медициналық қана емес, экологиялық та болады. Климаттың өзгеруі балалардың денсаулығына кері әсерін беріп отыр. Себебі ауа райының жиі өзгеру мен температураның тұрақсыздығын балалар көтере алмайды. Соның кесірінен иммундық жүйе өзгеруде. Сонымен қатар климаттың өзгеруіне түрлі инфекциялар мен аллергиялардың көбеюіне алып келеді. Балалардың ағзасы ондай өзгерістерге төзімсіз болғандықтан олар жиі ауырып қалады. Біз бұл тақырыпты 3 бағытта зерттедік. Денсаулық бағыты, климат өзгерісі балалардың иммунитетіне қалай әсер ететінін қарадық. Табиғат бағыты, ауа мен судың ластануының әсерін байқадық. Әлеуметтік бағыт, климат өзгергенде бала денсаулығы мен тамақтану қалай өзгеретінін зерттедік. Қазір көп балаларда аллергия көбейіп кетті. Меніңше бұл климаттың өзгеруіне байланысты деп ойлаймын. Я дұрыс айтасың, ауада тозаң мен шаң көп, сондықтан балалардың көзі ісіп, мұрны бітеліп, жөтелі пайда болады. Ондай аз еді, қазір жиі кездеседі. Демек, климаттың өзгеруі аллергияның көбеюіне себеп болып тұр. Мектеп оқушылары мен ата-аналар арасында сауалнама жүргізу арқылы балалардың қазіргі таңда кездесетін денсаулық мәселелері, соның ішінде тыныс алу жолдарының аллергиялық реакциялары жайлы мәліметтер жинадық. Нәтижесінде көптеген ата-аналар балаларындағы иммундық әлсіздік пен аллергиялық белгілерге алаңдайтынын білдірді. Жалпы мәлімет, сауалнама қорытындысы бойынша көптеген ата-аналар балалардың денсаулығына алаңдаулы екенін көрсетті. Балалардың 30%-ы жиі түшкіру, жөтелу, мұрын бітелу сияқты белгілер байқалатынын айтты. 5% ата-ана баласының аллергия белгілері көктем мен күз мезгілінде күшейетінін көрсетті. 60% ата-ана иммунитеті көтеру үшін дәрумендік кешендер қолданатынын айтты. 25% оқушы шаң, үй жануарлары немесе тозаңға аллергиясы бар екенін мойындады. Жобамыздың практикалық бөлімін нақтылау және ғылыми негіздеу мақсатында Қордай аудандық орталық ауруханасына барып, балалар дәрігерімен сұхбат жүргіздік. Сұхбат барысында климаттың өзгеруін балалардың денсаулығына тікелей әсері жайлы нақты ақпараттар алдық. Бұл сұхбат зерттеуіміздің өмірмен байланысты арттырып, жобамызға медициналық тұрғыдан дәлелді негізгі бола алды. Дәрігердің айтуынша, соңғы жылдары тыныс алу жолдарының созылмалы аурулары, әсіресе бронхиалды астма, аллергиялық ринит, бронхит сияқты аурулармен тіркелген балалар саны артқан. Қазіргі берілген тақырып бойынша климаттағы биосферадағы тұрақсыздықтың антропогенді әсерлерінің пайда болуы. Біз осы тақырыпты зерттеген болатынбыз, және бұның әсері климатқа өте қатты әсер етіп жатыр. Қазіргі уақытта атмосферадағы таласатын ластану заттарын шығарғанда бірнеше төмендейді. Себебі климатқа бұл нәрсе өте қатты кері әсерін бергендіктен біздің мысалы қазіргі біздің ауылда шет Көкадыр ауылында тас жарылды, және бұл біздің климатқа өте үлкен кері әсерін беріп жатыр. Біз осымен қатар осы зауыт фабрикалардан шығып отырған ауа ластануы бойынша біздің қышқыл жаңбырға әкеліп соғады. Бұл газдардың бір бөлігі ұсақ құрғақ тұнба түрінде ластаушы көзге жақын жерлерге сейіледі. Зерттеуіміздің нәтижесінде осы суретпен дәлелдегіміз келді. Зауыттардан зиянды түтіндердің кесірінен бұлттардан қышқылды жаңбыр шығып, табиғатқа зиян келіп, адамдардың ауруына себепті. Біз жобамызда климаттың өзгеруіне не әсер етеді деген сұраққа жауап іздеу мақсатында түрлі пән мұғалімдерінің көмегіне жүгіндік. Визуалды макет жасап, қарапайым есептеулер жүргіздік. 4 сағатта жер күнді айналып шығатын болса, біздің есептеуіміз бойынша қазір 24 сағатта бір айналым жасаса, жылдамдық 1670 км сағатты құрайды. Егер бір айналым 17 сағатты қысқарса, жаңа жылдамдық 40.075 км, 17 сағат 2357 км сағатты құрап отыр.
Жобамыздың басты мақсаты климаттың өзгеруінің балалардың иммундық жүйесіне тигізетін ықпалын анықтап, алдын алу жолдарын ұсыну болатын. Бұл мақсат аясында біз бірнеше бағытта жұмыс жүргіздік. Сауалнама арқылы ата-аналар пікірін білдік. Информатика пәнінің көмегімен макет жасап, климаттық факторларды зерттедік және аудандық ауруханадан нақты деректер алдық. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде климаттың тұрақсыздығы балалардың иммунитетін әлсіретіп, жиі суық тиюі, аллергиялық реакциялар, тыныс алу жолдарын, ауруханалардың өршуіне алып келетінін нақты деректермен дәлелдей алдық. Сонымен қатар балалардың ағзасы сыртқы ортаға әлсіз бейімделетінін ескере отырып, иммунитетті нығайту мен қоршаған ортаны қорғау арасында байланыс та ерекше маңызға ие екенін анықталды. Оқушылардың өздігінен зерттеу жүргізуге, қорытынды жасауға, жауапкершілік алуға дағдылануы бұл тек денсаулықты сақтауға ғана емес, табиғатқа жанашырлықпен қарауға тәрбиелейді. Уақыт ауытқулары мен климаттың өзгеруіне байланысты ұсыныстар, уақыт белдеулері мен биологиялық ырғақты сәйкестендіру, оқушылар мен ата-аналарға табиғи жарық пен ұйқы, тамақтану тәртібін реттеу арқылы ағзаны тәулікті ырғаққа бейімделу түсіндіру үшін жасанды интеллектіні қолдана отырып, балаларға ертегі кітаптар арқылы түсіндірме жүргізуге мұра сақшылары ерлер клубын ашуды ұсынамын.